Сәлеметсіздер ме? Мен Ұлытау облысы Сәтпаев қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Сариева Ләйлә Төкенқызы боламын. Бүгінгі тақырыпта 2-ші сыныптың математика пәні екі таңбалы сандарының құрылымы және ондықтарды санау. Ең бірінші тақтаға назар аударайық. Мен шаршылар сызып қойдым. Шаршыны бірінші санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 шаршы сызылып тұр. Осы бір шаршыны бір бірлік деп алып алсақ, яғни бір санында, яғни бір шаршымызды бір бірлік деп алатын болсақ, яғни бір бірлігіміз біздің 1, 2 бірлігіміз 2, одан кейінгі 3 бірлігіміз 3, 4 бірлігіміз 4 саны, 5 бірлігіміз 5 саны, 6 бірлігіміз 6 саны, 7 бірлігіміз 7 саны, 8 бірлігіміз 8, 9 бірлігіміз 9 саны. Яғни 1-ден бастап 9-ға дейін біз бірліктер құрамын білеміз. Енді 9-дан кейін келесі сан 10 санын біз 10 санын 1 ондық деп аламыз. 20 санын 2 ондық, 30 санын 3 ондық, 40 санын 4 ондық, жаңағы 50 санын 5 ондық деп ары қарай жалғасын таба береміз. Енді ондықтарды санап алғаннан кейін, яғни мына тұста да 10 шаршымыз тұр. 10 шаршымызды жаңа біз 1 ондық қылып алып алдық, иә? 1 ондық қылып алып алдық. Яғни 10 шаршымыз 1 ондық. Оған бір шаршымызды қосамыз, яғни бірлігімізді қосамыз, бір бірлікті жазамыз. Сонда балалар бізде 11 деген сан шығады. Бірінші ондықты айтамыз, екінші бірлігін айтамыз. Дәл солай астында да 10 шаршымыз тұр. Жаңа біз айтып кеттік, 10-ымыз яғни 1 ондық болады. 1 ондыққа келеміз де 2 шаршыны, яғни 2 бірлігімізді қосамыз. Сонда балалар бізде 12 деген сан шығады. Яғни бірінші ондықты, екінші бірлігін қоса айтамыз. Дәл сол шаршыларды жалғастыра өтейік. Бірінші көріп тұрған суреттеріңізде, яғни 10 шаршы, тағы да айтам, жаңа 1 ондық қылып алып алдық. Я, бұл тұсты 1 ондық қылып. Енді осыған екінші тұрған шаршыны, яғни екінші қатардағы шаршыны қоссақ, бұл 2 ондық. Одан кейінгі үшіншісін қоссақ, 3 ондық. Яғни бұл тұста айтып кетейін дегеніміз, 1 ондық дегеніміз 10, 2 ондық дегеніміз 20, 3 ондық дегеніміз 30. Ары қарай 4 ондығымыз 40, 5 ондығымыз 50 деп сандар келесі кезекте айтыла береді. Енді оқулықтың 3-ші тапсырмасына келетін болсақ, тапсырмада 5 ондықты берген және 6 бірлік. 5 ондық дегеніміз жаңа айтылып кетті 50, оған 6 бірлікті қосамыз, 56 санымыз шығады. Келесі 6 ондығымыз 60, оған 9 бірлікті қосамыз, 69 саны шығады. Яғни 2 таңбалы сандар, ондықтар. 9 ондық дегеніміз 90, оған 7 бірлікті қосамыз, 97. 7 ондық дегеніміз 70, оған 8 бірлікті қосамыз, 78. 8 ондық дегеніміз 80, 5 бірлікті қосамыз, 85. Яғни 2 таңбалы сандардың құрылымы, оқылуы осы деңгейлерде жалғаса береді. Оқулықтың келесі 4-ші тапсырмаға кезек береміз. 4-ші тапсырмамызда сөреде кітаптар мен қарындаштар берілген. Бірінші кезек кітаптармен жұмысты атқарып алайық. Бірінші кітаптарды санап өтейік тігінен тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 оқулығымыз тұр екен кітабымыз, яғни 10-ды біз 1 ондық деп жазып аламыз. Және оған 2 кітап көлденең жатыр. 1, 2. Яғни 2 бірлік қып жазып аламыз. Тең болады 12. Яғни 2 таңбалы сан шықты. Барлық тұрған кітабымыз сөреде 12 санын құрап тұр. Келесі қарындаштың бірінші қатарын санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бірінші қатарда 10, яғни 1 ондық. Екінші қатарда 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші қатарда 10. Яғни жоғарғы қатар мен екінші қатарды қосып алғанымызда 10-10-нан 20 шықты. 20-ны 2 ондық деп жазып аламыз. Оған көріп тұрмыз, яғни көлденең тұрған бір қарындашты қосамыз, яғни бір бірлікті қосамыз. Сонда шығады бізде 21 қарындаштың құрамы шығып тұр. Келесі оқулығымыздың 5-ші тапсырмасы. Асында 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана. Онда 20-дан бастап санайық, бір-бірден қоса отырып, яғни 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 және 40. Әсінде 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана. 30-дан бастап, яғни азайта отыра санаймыз. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 және 10. 7-ші тапсырмаға кезек берейік. Жауабы 15-ке тең мысалдарды ғана жаз. Бұл жерде қарайық, 15-ке тең мысалдар, ол бізде 19 санынан 4 санын азайтқанда бізде 15 шығады. Екінші 13 санына 2 санын қосқан уақытта бізде бұл тұста 15 шығады. Осы екі мысалды ғана жазып аламыз. Оқулығымыздың 7-ші тапсырмасынан кейін 8-ші тапсырмаға көшейік. Бұл жерде 70-тен 80-ге дейін сандарды өсу ретімен жазамыз. 70, яғни 70 санынан бастаймыз. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 және 80. 40-тан 30-ға дейін сандарды кену ретімен жаз. Яғни 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 және 30. Оқулығымыздың номер 9-шы тапсырмасында сандарды ата: 73, 37, 77 және 33. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды? Яғни 2 цифр қажет болды. Әр санның жазылуы 3 және 7 цифрлары нені құрайды? Бұнда бірінші 73 санында 7-міз ондықты құрайды, 3 бірлікті құрап тұр. Екінші 37 санында 3 ондықты құрап тұр және 7 бірлікті құрап тұр. 77 санында 7 ондықты, 7 бірліктің құрамын құрап тұр. Ал 33 санында 3 ондықты және 3 бірліктің құрамын құрап тұр.